Сәлем достар. Сәлем достар. Бүгін бізде жаңа ойын, жаңа челлендж. Сіздермен бірге кім? Ханшайым, Арнұр, Бағжан, Балоса. Ал бүгін біздің челленджімізді көріп тұрғандарыңыздай, осындай ақ жолақ қылып қойдық. Яғни осыдан қазір балалар секіреді. Яғни мен чипси дегенде чипсиға секіреді, керешке дегенде керешкеге секіреді. Ал бізде қазір бір жолақ болып тұр. Қазір осыда кім ең соңына дейін қалып ұтатын болса, чипсиде ұтқан болса, өзінің қалаған затын таңдап алады. Сосын біз екінші жолақты сызамыз. Ода да біз 2 шоколад қоямыз. Сол 2 шоколадты да кім ең соңына дейін барады, сол адам алады. Үшінші жолағымыз болады. Сосын үшінші жолағымызда да дәл солай болады. 2 шоколад қоямыз. Ода да ең соңында кім қалады, сол ұтады. Ең соңында балалар кім қанша сыйлық ұтты, соны санаймыз. Кім көп сыйлық ұтқан болса, сол ойында жеңеді. Ал ойынды бастаймыз ба балалар? Онда кеттік. Ал балалар, қазір Ханшайым сен жақсылап тыңдап алшы, жарай ма? Мен чипси дегенде чипсиға секіресің, я? Мен керешке десем, керешкеге секіресің, жарай ма? Сен алдын бұл ойынды ойнап көрдің ғой, я? Білесің, я? Түсініп тұрсың ба бәрін? Онда бастаймыз. Керешке, чипси. Қазір балалар сәл үйреніп алу үшін, Арнұр мен Айым сәл үйреніп алу үшін мен жайлап айтып тұрамын. Одан кейін тездететін боламын. Бізде Ханшайым әлі кішкентай, сол себепті жаймен айтамын. Мама, Айымды тұрсың ба? Айым ойынан шығып қалса, егерде бірінші, одан кейін мен сендерді өше тездетемін. Ойын қызық болу керек, әрі сендерді мен сынап көремін да, кім ұта деген ең соңында соны көреміз. Ханшайым мұқият тыңда, жарай ма? Чипси. Қызым. Қайтадан тұрыңдар, екеуіңе бір кешірім берейін. Анашым. Кішкентай ғой енді бұлар. Бір кешірім берем, бірақ ойынның басында бір кешірім бердім. Соңына дейін басқа кешірім бермеймін. Бірінші қандай сөздеріңізді білеміз ғой, керешке. Ханшайым орныңа тұра ғой, қызым. Керешке. Чипси. Керешке. Чипси. Керешке. Чипси. Чипси. Көріп тұрғандарыңыздай, Айым, Арнұр, Бағжан үшеуі бір-ақ шықты. Сол үшін балалар мұқият тыңдау керек бұл ойында. Ал Балоса сен не керешке, не чипси, өзің қалаған затын таңдап ала ғой. Чипси аласың ба? Көрсете ғой. Ал енді екінші кезекті бастайық. Екіншіге шоколадтарды қояйық. Ал біздің екінші кезегімізде көріп тұрғандай, екінші кезегімізде 2 сызық болды. Ол 2 сызықта біз 3 шоколад қойдық. Қазақстан шоколадын, Альпен Голд қойдық, Джумка шоколадын қойдық. Мен қазір Ханшайым тыңдап ал. Джумка дегенде яқтағы ана бірінші тұрған шоколадқа секіресің, жарай ма? Альпен Голд дегенде солған секіресің. Қазақстан дегенде Қазақстан шоколадқа секіресің, я, жарай ма? Түсіндің ба? Ал онда ойынды екінші кезеңді бастаймыз балалар. Қазақстан. Альпен Голд. Джумка. Альпен. Қазақстан. Альпен Голд. Джумка. Ханшайым саған қиын болып тұрма секіру? Бағжан аттамаймыз, нағымаймыз, секіреміз, я? Альпен. Джумка. Альпен. Қазақстан. Альпен. Джумка. Альпен. Қиын болып тұрма? Не істейміз онда? Ойнамайсың ба? Анада тұнданаған сөзімен анада тұнданаған шегіні ма? Жоқ, дұрыс қой, қызым. Қазақстан. Айттым ғой. Альпен. Қазақстан. Альпен. Джумка. Мама, бізді қайнатасың енді.
Жарайды, ана жақта тұра тұр, жарай ма? Жарайды. Жоқ, Арнұрдың секіре алмайды ғой. Енді мен тез етіп айтатын. Тез айтамын. Мұқият болыңдар. Альпен, Қазақстан. Альпен, Қазақстан. Альпенгол, Джумка. Арнұр секіреміз. Қазақстан. Альпенгол, Джумка. Альпен, Джумка. Альпен, Қазақстан. Альпенгол, Джумка. Қазақстан. Джумка. Бағжан шықты. Арнұр тұр ғой, тұра ғой жаңа. Сен Джумкада тұрмадың ба? Джумкада тұрдың ғой сен балам. Қазақстан. Джумка. Альпен. Қазақстан. Альпен. Джумка. Альпенгол. Қазақстан. Джумка. Джумка дедім мен. Арнұр бұл ойында жеңілді. Бұл ойын екінші кезеңде де балауса ұтты. Сен жеңілдің балам. Қандай шоколад аласың? Өзіңе біреуін таңдап ала ғой. Альпенгол. Бұл екінші раундта да екінші кезеңімізде де балауса ұтты. Балаусада қазір 2 сыйлық болып тұр. Басқа ешкімде әлі сыйлық болған жоқ. Ал енді балалар үшінші кезеңге кетейік. Ал енді бізде үшінші кезең. Үшінші кезеңде көріп тұрғандарыңыздай 3 сызықты қойдық, белгілеп. Көріп тұрғандарыңыздай бізде бұл жерде 4 сыйлығымыз бар. Кирешки, сок, шоколад и мармелад. Қазір мен қаншайым? Қайсысын айтқан кезде соған қарап секіресің, жарай ма? Жарайды ғой, иә? Бірінші мармелад, шоколад, сок. Қызым шықпай қой, қатса бер. Айым қатса бер. Айым бізде кішкентай әлі. Оны білет қана мама. Айым кирешки, сок, шоколад, сок, мармелад, шоколад, сок, кирешки, сок, шоколад, мармелад, шоколад, мармелад, шоколад. Қаншайым мен Арнұр болмасаң қызық болмай жатыр ма? Әлі екеуің төмен қарап бір беріліп ойнап жатсыңдар ғой, әлі. Ұтылып қаламыз ба, ұшып кетпек деп жатыр ғой деймін да, Бағжан. Жаңада тез ұтылып қалып еді. Бағжан, саған сенеміз енді. Мына 3-ші раундта ұт, ана 2 раундта да уже балауса ұтты. Мына 3-ші раундта енді сен ұтпасаң ұят шығар енді. Сок, кирешки, сок, шоколад, сок, кирешки, сок, шоколад, мармелад, сок, мармелад. Екеуін біраз секіртейін. Біраз шаршасын екеуі. Шоколад, кирешки, сок, шоколад, кирешки. Неге? Мен сәл қиындатпасам, мыналардың бір шаршайтын түрі жоқ. Қазір балалар бірдестен 2-3-шіге өтіп кетуіміз мүмкін. Сол үшін байқаңдар. Сок, мармелад, шоколад, сок, кирешки, шоколад, сок,
Мармелад. Аттауға болмайды, Бағжан. Секіру керек. Тез айтам ау деймін. Бұлардың ұтылатын түрі жоқ қой. Сок. Шоколад. Мармелад. Шоколад. Кирешки. Сок. Шоколад. Мармелад. Сок. Шоколад. Мармелад. Шоколад. Сок. Сок. Кирешки. Шоколад. Шоколад. Мармелад. Сок. Шоколад. Бізде Бағжан сәл грипп болып жүрген еді. Бағжанға сол себепті Бағжанға сәл қиындау болып жатыр. Сонда да барынша тырысып жатыр соңына дейін баруға. Ал енді бастайық. Сок. Кирешки. Шоколад. Мармелад. Мармелад. Бағжан сәл қалды я секіруге. Шоколад. Баласа сәл бер тұрасың ғой сен, сосан шығып бара жатсың. Сок. Кирешки. Сок. Сок. Шоколад. Сок. Кирешки. Шоколад. Сок. Мармелад. Мармелад. Шоколад. Сок. Кирешки. Кирешки. Сок. Шоколад. Мармелад. Мармелад. Кирешки. Я біріншіден төртіншіге секіру оңай болмады екеуіне де. Сонда да бірақ тырысып бақты. Ал енді жалғастырайық, бірақ ешқайсысы әлі не қылған жоқ, ұтылып қалмады. Секірді соңына дейін, жарайсыңдар. Бастаймыз. Қайсысына сен тағы қалай қиындатсам екен деп тұрмын. Себебі екеуі де жаңа бірінші кезде кезеңдерде Бағжан сәл ұтылып қалып жатқан еді. Енді намысымға тырысып, баласадан ұтылып қалмау үшін үшінші кезеңде барынша тырысып жатыр. Қалай қиындатсам екен деп тұрмын мен де. Қиындатпайын ба? Бағжанға сәл қиындау болып жатыр. Мазасы болмай жүрген соң. Ал сок, шоколад, мармелад, шоколад, сок, шоколад, мармелад, шоколад, сок, кирешки, кирешки, сок, мармелад. Мармелад деген едім мен. Көріп тұрғандарыңыздай Бағжан ұтылды. Бірақ ешқандай өкініш жоқ, реніш жоқ Бағжанда. Бұл үшінші кезеңде де балауса ұтты. Балауса қандай сыйлық таңдайсың, таңдай ғой? Сокты таңдады. Көріп тұрғандарыңыздай үш кезеңде де балауса жеңімпаз болды. Балаусада үш сыйлық. Балауса сыйлықтарыңды айтып өткін? Тепси. Екінші альпен гол тұрттым. Үшінші кезеңде гранатовый сок ұттым. Жарайсың. Балаусаны үш кезеңде де өзі ұтты. Өзінің қалаған, өзінің ұнатқан сыйлықтарын алды. Көріп тұрғандарыңыздай. Бағжан негіз тырысып бақты. Бірақ үшінші раундта біз Бағжанды ұтады деп үміт күткен едік, бірақ болмады. Ешқандай реніш жоқ, я Бағжан, я? Үлкен деп әпшесіне Жол бердім. Я әпшеме жол бердім, мен үлкен деп тұр өзі жаңадан бері. Ханшайым да айтып отыр. Мен де әпшеме жол бердім, сөйтіп ұтыла салдым мен. Әйтпесе мен соңына дейін баратын едім деп тұр, көріпті. Ұтты десе. Ал достар, бүгінгі біздің видеомыз осымен аяқталды. Егер де біздің видеомыз сіздерге ұнап жатқан болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.